енді 2-3 деп дәмелі болдым, иә, ол рас. Еще біздің қыздардың арасында да спор болды да. Балдар да айтып жүр, мына жерде бір орындасың ғой деп, сен орын аласың точно. И редакторлардың арасында болды да, тоже жақсы келатсың, орын аласың, давай топи деген сияқты. Сөйтіп енді маған мотивация болды ол. Сосын мен беріліп, енді барынша бір күнде болсын, биді шығарып, бір күнде жаңағы записімізді жазып, барынша дайындалдым да, орын алғым келді мен. Енді бізде кім? Моля, Бұлбұл дегендер ол бұрынғы қатысушылар ғой. Енді жаңа қатысушылардың арасында бір орын алсам, оның өзі бір үлкен дәреже ғой. Тем более жұп болып жатырмын, мен ойладым да, Дана алғаннан кейін кішкене біртүрлі болып қалдым. Неге? Данадан қарағанда, возможно, менің нем көбірек сияқты еді ғой деген сияқты. Мен қашан келдім, одан бұрын біріншіден мен жұппын, мысалы, көбірек тер төккен сияқты болып көріндім мен Данаға қараған кездеші. Дана кім еді? Дана, иә, дұрыс қой? Келді да, бір нені пародияны құртты, үлкен бала алып кетті. Енді ол жердегі жюриді мен не істегім келіп тұрған жоқ, бірақтан маған бір жаман тигізіп айтты да, если сен маған кастинг келетін болсаң, мен сені алмайтын едім деген сияқты ше. Просто сол тиіп кетті де, мен резко уже андай не істеп қалдым да, соның сөзінен кейін. Уже түсіндім, бірақ сол кезде. Енді оның таңдауы әртүрлі болып тұр, ол кісіге күлдіретін адамдар ұнайтын болып тұр ғой. Ол жерде енді біз кастингке келіп тұрған жоқпыз ол кісіге. Просто сол жақтарынан кішкене жиналып келіп, сонда алған кезде кішкене деп қалдым да. Дана. Жақсы, я түсіндім. Мен шыққан кезде де Әсел мына жерде отырды ғой, енді бүйтіп жаман болып отырды. Мен жақтырған жоқ, жаңа пародиямды не бәле ол дегендей ойлаған шығар, енді дұрыс қой. Енді біріншіден айта кетейін, ол деген ұпай саны болғанда мен сіз 3 сұрақтан қанша екеуіне жауап бере алмадыңыз ба? Сондай болып қалды, иә? Одан мен 9 балл алдым. Сіз білмеймін. Мен көп жерлерден ұпай сандарым көбірек болды. Қуырдақта сіз бірінші болдыңыз. Иә, Мөлдір екеумізде 18-де 18 болды. Енді өнерде бас жүлде деп айтып жатыр, комментарийда жазып жатыр қырғын, ойбай. И чё, вышла мужской костюмда, нарисовал усы и все деп. Ол бәрі негізі әр адамның қолынан келе бермейтін дүние. Өнерде надо заслужить. Кейбіреуіне беріледі ондай қасиет, кейбіреуіне берілмейді. Бұл жерде ешкімге айтқан жоқ, өлгенде қырғын ақша құртыңдар. Басқа ана байдаладан адамдарды алып кеп, әншілерді, специальный бишілерді алып кеп, билетіңдер маяқты деген жоқ. Правила было ережем мынандай болды. Өз өнеріңді деді бұл жерде. Өнер мен еңбек деген дүниені еще раз мен ашып айтып кетейін. Еңбек деген ақша құясың ішіне. Ойбай, оны еңбектен жасап жатырмын, істеп жатырмын деп. Ал өнер деген өзіңнің бойыңда қандай өнер бар, ішіңде жатқан қасиетің қандай, соны сыртқа паш етіп шығару. Мен өзімнің еркектерге пародия жасай алғаннан кейін ғана мен өзімнің ішімдегі өнерімді сыртқа шығарып көрсеттім. Болды.